сананың ықтималдығын табу үшін дәл дөңгелектің ішіне тиюдің бізде ықтималдықтың формуласын жазамыз. Ықтималдықтың формуласы бізде p a жағдайы тең болады n нан m. Бізде n деп отырғанымыз барлығы, m деп отырғанымыз бізге керегі. Енді қарасақ, бұл жерден бізге квадрат берілген және де басқа ештеңе бермеген. Квадраттың қабырғалары бірдей болғандықтан бір a деген өрнекпен белгілеп алайық. A деген әріппен белгілеп, мына қабырғалар бірдей. Енді біздер бұның ауданын білеміз, квадраттың ауданы біздер s тең болады a квадрат екенін білеміз, иә. Бұл біздер a квадратты бұның n-нің орнына жазамыз, себебі бұл барлығы. Екінші, бізге дөңгелектің ауданы керек. Дөңгелектің ауданы бізде пи r квадрат. Яғни бұл екінші аудан болсын, пи r квадрат. Енді r-ді табу үшін r-ді қарайық, бізде мына дөңгелектің ортасы болатын болса, және де біздер радиусы керек, иә. Мына радиус керек. Қарап отырсақ, радиус бізде мына қабырғаның жартысына тең екені көрініп тұр. Яғни бұл a бөлінген 2-ге тең радиусы. A бөлінген 2, енді мен a бөлінген 2-ні мына радиустың орнына апарып қоямын. Сонда менің есебім пи көбейтілген r квадрат деген a бөлінген 2-ні квадраттаймын. Сонда пи көбейтілген a квадрат бөлінген 4 деген бұл дөңгелектің ауданы шығады. Енді мен мына ықтималдықтың орнына қоямын. a жағдайы тең болады барлығы бізде a квадрат, ал дөңгелектің ауданы пи a квадрат бөлінген 4. Мына орындарын ауыстырайын. Пи a квадрат бөлінген 4 көбейтілген a квадраттан 1 деп жазамын. Орын ауыстырып, бөлуді көбейтуге ауыстырып, сол кезде a квадрат пен a квадрат қысқарады. Сонда менен пи бөлінген 4-тің өзі қалады. Болды, есеп шықты.